Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләззат. Бүгін аты шулы дубайский шоколад дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколадымызды толықтай бір келкі болғанға дейін ерітіп алатын боламыз. Келесі кезекте қалған шоколадымызды қосып темперировать етіп аламыз. Келесі кезекте шоколадтың дайын болғанын тексерушімізге термометр керек болады. Менде жоқ болғаннан кейін басқа тәсілін пайдаландым. Ең алдымен қасығымызды 15-20 минутқа тоңазытқышқа суытып алатын боламыз. Шоколадымызға қасығымызды матырып, толық төбесі матовый болып қатуы тиіс. Егер матовый болып қатса, шоколадымыз дайын деген сөз. Келесі кезекте өздеріңізге ұнаған кез келген формамызға шоколадымызды салып, формасын шығарып алатын боламыз. Келесі кезекте катаифимізді турап алатын боламыз. Бір келке етіп турап, келесі кезекте сковородкамызға майымызды ертіп, толықтай қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте пасталарымызды қосып, толықтай бір келке етіп араластыратын боламыз. Менде бұл жерде фисташковый паста мен кунжут пастасы. Бұл дайындалған катаифиміздің мен тек қана жартысын ғана пайдаландым. Бұл жерде жартысынан 9 шоколад шықты. Келесі кезекте катаифимізді шоколадымыздың ішіне толықтай салып шығатын боламыз. Қалған шоколадымызбен төбесін толықтай жауып, тоңазытқышымызға 10-15 минут көлемінде қойып аламыз. Мінекей біздің керемет шоколадымыз да дайын болды. Дәмі деген өте ерекше. Қыздар, жақындарыңызға дайындап беруге кеңес беремін. Дәмі енді керемет екен қыздар. Менің қалған катаифимнен тағы да 7 штук шықты. Неғұрлым өздеріңіз алып жасасаңыздар, соғұрлым ұтымдырақ екен. Мінекей бізде осындай керемет тәттілер дайын болды. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ас болсын.